Бесінші колонка 92. Kettik mi? Қайда еттім міне? Мында ғой. Слабился. Hoppa! Ай, хапамда. Сенбі бізде жанұя күні. Осылай магазиндерді аралаймыз. Икея магазиніне келдік. Что, открывается, закрывается? Она так, как может, чин-чин. Может, тарелки ставить. Такие штуки надо на балконе, чтобы было с этой такой круглой спинкой. Круглой спинкой? В принципе, можно же и без круглой спинки. Мынау да әдемі екен, ә? Биіктете ба мұны сонда? Да, вот видишь? Қанша тұрады? 120 екен. 70 сантиметрден 120 сантиметрге дейін көтеріледі екен. На кофелер не істеп жүрмін. Болды ма? Да, болды. 4 вещи. Осындай мекемелерде қазақша ән ойнап тұрса маған өте қатты ұнайды. Қайда Ляля? Мама. Мама кукук. Сонымен түскі асқа бізге солянка, бризой, пельмень, котлет, бризой. Тағы біз ондай фисташковый рулет алдық. Не это, баклава алдық. Және шай. Бұны алуымыздың себебі, құрметті достар, бүгін соңғы рет біз осылай тәтті қант, яғни қосылған тағам жеп отырмыз. Ертеңнен бастап мен 30 күнге қанттан бас тартатын боламын. Өзім үшін бір қызықты эксперимент, денсаулыққа пайдалы дейді. Қаншалықты пайдалы екен, қаншалықты қиын екенін сіздерге көрсетіп отырамын. Соны шешім қабылдап отырмыз, қызық. 30 күнге қанттан бас тарту. Ол қалай болады? Ол былай болады. Менің достарым, қалайсың подкаст, осыны алда айтқан болатынмын. 2-ші эпизод шыққан екен. Айта кететін болсам, бұл менің Ақерке және Бота деген достарым. Университетте бірге оқығанбыз. Өте көңілді, ашық адамдар, әңгімелері де әрдайым қызық. Сол үшін тыңдап көрейік. Сіздерге де кеңес берем. Бос уақыттарыңызда тыңдасаңыздар болады. Осы 30 күндік қанттан бас тарту не қадамдардан тұрады дегеннен бұрын қанттың нақты кері әсерлерін сіздерге айтып кетейін, өзіміз деп тапқан. Егер қантты көп қолданатын болсаңыз және дене қимылдарыңыз аз болатын болса, біріншіден ол қант диабетіне алып келуі мүмкін. Екіншіден салмақтың артуына, тіс жегі, яғни кариестің дамып кетуіне және тағы да басқа қиынды ауруларға алып келіп соғуы мүмкін екен. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде демекші, осы 30 күндік челленджде мен келесі тағамдардан бас тартатын боламын.
Қанттың өз неше түрі бар ғой. Кәдімгі ақ тазартылған шақпақ қант бар және кәдімгі тағамдардың ішіндегі жасырын қанттар бар. Яғни шақпақ қанттан бас тартатыным анық. Сосын тәтті тағамдардан бас тартамын, тәтті сусындардан бас тартамын, йогурттардан бас тартамын. Тағы да осы секілді тәтті бәліштер, мысалға солар секілді тағамдардан мүлдем бас тартатын боламын. Енді шыны керек қалай болатынын білмеймін. Көбісі айтады, бастапқы күндерде басың ауырады, ашуланшақ боласың дейді. Сосын барып қуатың азайып, шаршаңқы күйде жүресің деп айтып жатыр мамандар. Десек те 4-5 күн өткеннен кейін көңіл күйің жақсарып, жалпы қуатың тұрақты түрге келеді деседі. Жалпы айтқан кезде 30 күн өткеннен кейін мен нақты нәтижелер күтетінім келесі. Біріншіден, салмағым түскенін күтемін. Дәл қазір мен салмағым 85 килограмм. Екіншіден, қуатым қантсыз да артып, стабильный болуын күтемін. Ал үшіншіден, терімнің жақсаруын күтемін. Құрметті достар, осы челленджді өтіп атқан кезде 10 күн немесе 7-8 күннен кейін жағдайым қалай болып жатқанын сіздерге айтып отырамын және соңында қорытынды видео шығарып беремін. Негізі қызық болайын деп тұр. Бұндай челленджді өзіме жасап көрмегенмін. Эксперимент өзің үстіне қойған қызық екен. Десек те, нар тәуекел денсаулығымыз үшін осындай бір қызықты челлендж жасап көрейік. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Ертең влогта кездескенше сау болыңыздар.